Шерфініз қайырлы олсын эфирде заман. Бүгін Қырмыжғалынан 1055 күні студияда сілерімен Шевкет Наматулаев селямлайым веб бөлі мәліматларынан таныш етмеге азырмыз. Ахмежитнің ишғалжілер мемориетінде яңа вице-мэр Гафаров еріне Исаев тайынленecek. Русияда хиджаб таққан татар ожави талебелеріні экстремизмді шеклейлер. Баштарымыздан яулықарны салдыралар. Ахмежитте сеферге шыққан троллейбус яны башлады. Вот такие вот они. Яңы троллейбуслар бойледір. Яңы вице-мэр Ахмежитнің ишғалжы мемориетінде елбасшы мавины вазифесінден қабар алғаны үшін бошатылған Тейфу Гафаров еріне Нариман Исаев тайынленecek. Бұл ақта шер мемориетінің матбуат қызметі білдіре. Тайынленов ярын өткеріле біле. 40 яшлы Нариман Исаев тәсіл бойынша адлиеджі ижра бергі қызметінде ве Ахмежит шер мемориетінің адлие бөлігінде елбасшы ве құсси шіркетлерде фалиет көстерген. Бұне берабер о теритейс қадысыдыр. Қырымда нефақачылар коммуналь төлевлеріне фиятлар көтерілгені үшін шикайет етелер. Январның бірінден башлап газ, ышық ве су фияты 10-15%-ға артқандыр. Қырым Русия тарафындан ишғал етілген вақыт, ишғалжілер Қырым сакинлері үшін аман-аман ершей бедава олажағына ешандырған еділер. Ләкин ярым елдан сон фиятлар да 10-15%-ға арттырылажақтыр. Ишғалжілер фиятларына Русия территориясында олған фиятларнен бір севиеге кетірмеге істейлер. На пенсию я прожить Пенсияма не могу. күн көріп оламайым, ярысыны коммуналь төлевлеріне берем. Ең аз 3.000 төлейім. Пенсиямы 8.000. 5.000-ге яшамақ мүмкін мұ? Жоқ, мен дәулет düşünем. Получается 3000. 3.000 масраф етем. Нефақачы үшін бұл аз дегел. Тарифы очень завышенные. Очень завышенные тарифы. Я не знаю. Тарифлер юксек, пек юксек. Мен білмейм, кім оларны ішлеп чықара, таздықлай, сакинлер төлеп олажақ мы, яшайышна пара етежек мы, бұл оларны мерақландырмай. И как люди это смогут ли оплачивать, это их не интересует. Медведев говорил о том, что льготы есть. Медведев айтқанна көре 70 ве 80 яштан сон имтиязлар бар екен. Бұл күнге есе ичбір ендірім жоқ, маңа төлев бұтынлей келді. Мен пенсионерім не айтажақларына беклеп отырам. Я пенсионер, ну сижу, жду, когда мне что-то скажут. Мне кажется, для всех сейчас накладно. Шымды еркеске қиын. Мен білесем шымды тек, да өлмеген арбелерге қолайдыр. Живут, не умерли еще. Қырымда Украина фальджысы ве қайнанасыны ФСБ кечірген тінтеуден сон ештен бошаталары. Кешкен авта январының 12-сінде Украин Медениет мерkezінің фальджысы Андрей Виноградовның евінде тінтуф өткерілгендір. Виноградов құсси шіркетте чалыша қайнанасы Наталья Харченко Ермайы шіркетінде muhasebeci olarak çalışmaqtadır. İşte оларға өз істегінен іштен бошамаларыны теклif еткенлер. Наталья Харченконы ФСБ экстремизмді шеклей. Чеченистанда Яровая пакеті esasında бірінші жинай іш açılған. Бұл ақта Cumhuriyet'nin прокуратурасы білдіре. Таққатын малыматына көре Чеченистан сакины досты Сурия женкіне кетмеге істегенini біліп, органларға чақмағанында қабатлана. Шымды еркек кішіні бір жылға қадар азатлықтан марум ете білелері. Яровая теклif еткен қанун пакетіні Русия президенті кечкен сені язда имзалаған еді. Оңа көре терроризм ве экстремизм үшін месулетлік арттырыла ве акиметке чақмағанлар жезалана біле. Русияның Мордовия Cumhuriyetінде хиджаб таққан татар ожави талебелеріні экстремизмді шеклейлер. Тәсіл нәзірлігі қадынларға явлуқларны чықарып чалышмаға яда иш еріні бошатмаларыны талап ете. Бізде Русия демократик мемлекеті. Мен өз баламы істегенім кібі тербиелей білем. Одаларда sıfırдан ашағы 7 дереже суық болғанда да біз чалыштық. Айлықны есе рақынен бере еділер. Біз оны чөплікке ташлап ішімізні девам еттірдік. Қазір яулықларға бейленелер. Баштарымыздан яулықарны салдыралар. Яда лядени урбави баш киімсіз чалышасыныз, яда иш ерінізні бошатасыныз. Біз есе кадрларны яңылатажамыз.
Истанбулда Яңы ел кечесі Рейна клубына етілген ұжымда шекленген инсан яқаланғандар. О Истанбул жыварындaki шерде сақлана екен. Ұжымда 28 яшында олған Өзбекстан ватандашы Абдулқадыр Машарипов шекленеді. Жинайет yapılған кечесі полиция оны яқалап етіштірмеген. Яңы ел кечесі селялы шақыз кече клубына кіріп, атеш ашқан клубта 700-ге яқын инсан бар екен. 39-ы еляк олған, онларынан қазаланғанлар бар. Рисунки по памяти или воспоминания акцидента. Киевте Семен Глузман язған китапнан екінші қысманы тақдим еттілер. Сабық диссидент ве сияси мабус еді елға апске ташланған еді. Китапқа оның қатырлаулары ве апсте олған вақыт язған метінлеріні кірсеткен. Мойлев оқуйжыны тоталитаризм заманына далдырып, өз yolunda рас кетірген инсанларының портретлеріні сыза. Это, конечно, эклектика, тут сборная селя. Бұл китапқа чешет весеқалар көрсетілген. Бұл олған ақиқат ве о сақланып қалмақ керек. Чөнки бұл қиынлықлардан кечкен инсанлар бұл вақиялар аққанда истеп язмайлар. Подавляющее большинство людей, которые прошли зоны. Петро Григоренко, Андрей Сахаров, Илья Габай кебі инсанлар олғаны қырымтатырларға бұйық ярдым олды. Ләкин ойлы вақытлар келді ки, бұл инсанлар өзлері ярдымға мұқтач олдылар. Эта книга, она вообще всем важна. Бұл пек керекли китаптыр. Чөнки Чехия тәжірибеве яшайышы пек қиметлідір. Өз доғыры яшайышынен бұл инсан нүмене олды. Көрешіп, ғалебе қазанмақ мүмкін олғанны көстерді. Своим способом проживания жизни. Ахмеджетте 26 февралеші бақылған Қырымнан Юқары Рус махкемесі оғынды учил евелсі вефат еткен милли әрекет іштіракчысы Зампира Асанованы дуанен аңдылар. Зампира Асанова 73 яшында бұл дүнияны терк етті. Қырымдан сүргін оланған вақыт о 3 яшында еді. Омырына милли әрекет ве қырымтатар халқы ватанға авдет олуына бағышлаған еді. Rabbim bugünkü günümüzü bu duayı bağışlayıp nice halkımız bugünkü günü görüp olamadı. Onların aralarına bir Zampira Hanımız bugünkü günü canını teslim etti sana. On canına yengillik, rahatlık ver. Cennet bahçesinden bir köşesine yerleştirdi. Azaptan cezadan korçalar Rabbim. Sen emrinden beraber bilgimizi arttırayık, birliği çıkılayık ebedi. Ve bu duamızı bağışlayıp tez vakitte bu mahkemeler bitsin. Sonu hayır olsun Rabbim. Nasip etti dana çıksınlar da Kur'an-ı kubandırsınlar Rabbim. Hepsi senin emrinden olacak Rabbim. Yardım et de bu kısa ömrümüzde çarpılmayık, sürünmeyik, kurulmayık, birimizi eksik kıdırmayık. Ақмеджетте сеферге шыққан 10 санлы троллейбус яны башлаған вақия бүгін саба yüz берген. Елжыларнен толы троллейбус дұрақтан елға шыққан малде салонында патлaf yüz берген салонына кескін тұтын қаплап алған. Қазаланғанлар йоқ айдавжы елжыларына нақлиеден шығарып етіштірген. Горит троллейбус. Троллейбус яна, елжылар шықалар. Пассажиры выходят. Троллейбус взорвался. Троллейбус патлады, ичи тутун толды, сасы. Воняет. Вот так. Вот такие вот они. Яңы троллейбуслар бойледір. Қырымға шиддетлі еллер келе февкуледен әзірлігі 2 күнге фуртуна қафыны елен еткен. Январының 17-18 күнлері шымали шарқы ел санеде 25 метрге қадар есежегі тақмин етілі. Құртарыжылар бұл күнлері мұқайт олмаға тепсі еті. Авта девамында қарве яғмырлар да яға біле. Бұл соңки хаберіміз еді 16.30-да Украин тілі хаберлерінен Ескендер Меметовна қаршыланыс мені сесізлерінен ярынға қадар салықлашам. Көрішкенже.